Қайырлы таң баршаңызға. Бүгін бізде күн 25 қыркүйек. Қазір такси қызметіне шығып жатыр. Ақтөбе қаласы бойынша. Менде қосылған тариф Ақтөбеде комфорт, эконом және жеткізу қызметі және курьер. Яғни есіктен есікке дейін экспресс десек те болады. Қазір алғашқы тапсырыс таңертең сағат 8:30-да шықтық. Қазір 8:47 болып тұр уақыт. Алғашқы тапсырысты орындап тастадық. 9 шақырым 1510 теңге. Енді келесі тапсырысқа келіп тұрық, яғни екінші тапсырыс. Бұл 11 шағын ауданынан Некрасова көшесіне. Бұл да ондай қатты ұзақ сапар емес. Жобамен 4,5-5 шақырымның жобасы. Қала бойынша коэффициент 100-ден 1300 теңгеге дейін болып тұр. Кептеліс 4 балл. Азайып жатыр әрине. Енді қазір клиентке келіп тұрмыз, күтіп тұрмыз. Менде приоритет түсіп кеткен төмен, өйткені мен 4.95 деген рейтинг 4.95-тен 4.93-ге түсіп кетіпті. Сол себептен кішкене приоритетім аздау болып тұр. Ал кеттік, клиент келді. Жұмысты бастаймыз. Күте тұрамыз. Тапсырысқа бардым, клиент шықпай қалды, маған есесіне промокод беріп бардым, телефон соқтым, платное ожидание басталып кетті, сосын ақылы күту басталып кетті, сосын телефон соқпадым, телефон алмайды, басты. Есесіне маған промокод берді, яғни 9 балл приоритет, менде 9 ұпай жоғары болады, мана менде 43 бұл, қазір менде 49 болса, тіпті 52 ма, сондай болып тұр. Тағы да ізінен бір тапсырыс түсті, соған бара жатырмыз. Екінші тапсырыс негізі 910 теңгеге шықты. Байқасаңыздар, мұнда 157 теңгеге шыққан. Ол дегеніміз бонус берген Яндекс. Енді қазір үшінші тапсырысқа келіп тұрып, 312-ші атқыштар дивизиясынан алтын орда, яғни батыс екіге барып өтіпіз. Бұл ешқандай коэффициентсіз түсті. Тек тапсырыстың өз бағасымен түсті. Енді қазір келдік, күтіп отырып мұна жерде. Мен берген нүктесіне келіп тұрық. Қазір хабарласып, сөйлесіп көру керек. 6 тапсырыс орындаппын, 4317 теңге. Соңғы 3 тапсырыс, 390 теңге, 410 теңге, 400 теңге солай болып шықты ғой үшін. Енді қазір мынау 7-ші тапсырыс бізде бұл кішкене коэффициентпен берілді. Неге? Өйткені 41-ші разрезге барады. Ояққа ешкім алғысы келмейді тапсырысты. Мен, как всегда, қаламын ондай тапсырысты. Мен подряд аламын. Тапсырыс 1490 теңгеге шықты. Енді бұл тапсырыс жоқ қылдық. Енді келесі тапсырысқа барып жатырмыз. Мына тапсырыс деген мықты тапсырыс қой. Қаланың бір шетінен екінші шетіне барам. Қызық, өзіме де қызық болып тұр, қанша теңге болады. Мына жерге скриншот салып қоям. Қанша теңге табыс тапқанын көру. Қанша километр. Мен жобамен есептедім 18 шақырым болу керек. Одан да көп болмаса ше. Қызық. Қаланың бір шетінен екінші шетіне барады. Ең ұзақ тапсырыс осы болады жерде. Ең ұзақ және ең ұзақ тапсырыс осы болады жерде. Тапсырысты аяқтадық, 1620 теңгеге шықты. Енді қазір мына жерде кемпинг бірдеңелерді бір кесе шай ішіп, сосын бильяш жеп, пирожки қасында бірдеңе болмаспын. Қателеспесем, алдымызда да бір кафе болу керек негізі. Авторазбордың астында бұрын есімде шай ішкен. Қарыз қауыммен айналысатын жігіттер екен. Асхана деп тұр. Содан барып бір-екі шай ішіп алып, шайды алып кетейін бе өзім собой. Сөйтіп жасқарыз. Мына тапсырыс Алтынсарин көшесіне екен. Осы тапсырысты апарып тастағаннан кейін дельфинмен шай ішуге кіріп шығу керек болып тұр. Шай ішіп алып, жұмысты бастаймыз.
шай ішіп алып қайтадан жұмысты бастаймыз. Қазір сағат 10:37 болып тұр. Тапсырысты аяқтадық. Мында 110 теңгеге шықты. Ал мынау айтып сондай қызықты студент бала екен. Енді қазір неге бара жатырмыз? Дифинге бара жатыр. Сағат қазір 11 болып уже. Шай ішіп алып дальше бастаймыз жұмысты. Айтпақшы, мен мында тиындар жиналып қалды. Соны заправкаға жасап, заправка жасауға керек болып тұр. Тиындардың бәрін жұмсап ше. 2,5 мың, 3 мың теңге дей ме, тиынды кәдімгі копейканың өзі сондай шығып тұрады. Соның барлығын жасап кету керек болып тұр. Мен бәрін көрдім ше, бірақ 370 теңгеге апарғанды көрмеппін. Мынау деген 370 теңге, ол общий, еще одан процент алады Яндекс. Ана таксилердің өздері 500-600 теңге сұрайды ғой негізі ше. Білмеймін, Яндекс қаяқтан алып тұрамыз бағаны ше. Бүйтіп тұрмын, бүйтіп. 13 тапсырыс орындап, 10 мыңда 649 теңге. Жаңағы 3 тапсырыс 8 март көшесінен мына теннисный кортқа, сосын теннисный корттан 8 март көшесіне, сосын сол 8 март көшесінен сол жерден тағы осы теннисный кортқа 3 рейс жазып тұрмын ғой. Теннисный орыстар оплатаның бәрі оплатамен карта, оплатаның бәрі картамен. Енді қазір сағат 12:37 болып, үй жаққа қайтып бара жатырмыз. Қазір затымызды жолдан жаңағы сұрымативал бір зат алып кетемін. Сосын ары қарай үйге барамын, бұйырса сосын жарты сағат 20 минут демалып аламыз да кішкене жүрек жалғауға созып шығамыз. Мүмкін ол сағат 1,5-2 литр жолам. 13 тапсырыс орындап отырмын қазір дәл қазір. Енді бұйырса 17 тапсырыс орындап тастасам келмек болар. Мүмкіншілік бар негізі. Алдында мақсатты орындауға ше. Сағат 5-тен 20 минут кетті. Біздер енді ғана желге шығып жатырмыз, шаруаларымызды бітіріп алдық. Қазір біз дәл қазір біз Жібек Жолы ауданындамыз. Енді қазір қалаға шығып бара жатырмыз. Желге шықтық. 5-тен 20 минут кеткенде көреміз қанша уақытта тапсырыс келетін. Мына жақтан қалаға қарай тапсырыс бола қоймайтын шығар. Ары қарай кішкене Қарғалы ауданынан мүмкін болып қалуы мүмкін. Сонда да қосып қойдық. Мана келгеннен ұйықтап қалғанмын. Промокод 2 сағат промокодым уже уақыты өтіп кетті. Яғни приоритет азайып қалды менде. Кеттік. Алғашқы тапсырыс түсті. Жанша Досмұхамед көшесінен. Ол дегеніміз оған дейін бару үшін бірінші тапсырысқа бірінші бару 3,5 шақырым. Ары қарай сосын бірақ коэффициентпен көреміз. Бал болса біз ана приоритетке бал қосылады біздің Яндексте. Мысалы жеткізу қызметі болса 30 балл. Егер эконом тарифін алсаңыз, эконом тарифінен бір тапсырыс алсаңыз, ол 15 балл саналады. Менде күміске дейін 585 балл жетпейді екен. 585 баллың 39 тапсырыс екен. Егер экономмен салынса. Ал егер жеткізу қызметімен болсақ, онда 39 емес, азаяды, 2 есе азаяды. Яғни 20, 19, 20 тапсырыс. Егер де жеткізу қызметімен болмағанда. Тапсырысқа келіп тұрық, келдік. Кел деген жеріне келіп тұрық, енді шықпайды ол клиент. Осылай бар, доставка болса обязательно платное ожидание, анау. Қайта звонбай отырмын, келдім. Қазір келіп тұрсаңыз шығамын, анау. Бастаймын. Осылай кішкене жеткізу қызметін істеп көрейінші десем, осылай негізі. Сол күтіп отырық. Шығамын деп отырады, әлі жоқ. Көлік сынып қалды. Тапсырысқа келдім де, сосын сөндіріп тастап едім көлікті.
сосын байқадым цехида істей алмай тұрған. Оталады машина, бірақ соғып қалады. Оталады, соғып қалады. Мен білмеймін, не істерімді қарамайды. Ана өзім диагностика жасайтын приборым бар еді, онда ана машинаға алып қойды. Енді мында отырмын, не істерімді білмей. Қазір аккумуляторды шешіп жатырмын. Негізі ондай көп не емес дейді. Проблема ондай көп емес дейді. Иммобилайзерден болуы мүмкін, либо датчик, жаңағы топливный датчиктен болуы мүмкін дейді. То есть бензобактан. Сосын соның предохранительнен болуы мүмкін дейді. Білмеймін, қазір ашып қарап отырмын. Қазір енді аккумулятор шешіп жатырмын. Енді күтіп отырмын. Адамды салып алдым, клиентті. Негізі Алтынсаринға қарай бару керекпін, Шерниязға қарай. Онымен ол кісі тоже ашуланып кетті. Ода, короче, картамен тіркем, карта привязатель тұрған 320 теңге суырып отыр. Мен завершить етіп осы жерден отмените заказ деді, сосын завершить еттім, болды, отменить ете алмайды екен уже. Сол. Мен білмеймін, сол отырмын, не дейін болады екен деп. Қазір қарап көреміз енді. Бір 5 минуттай аккумулятордың несін шешіп жатырмын. Плюсын, а жоқ минусын даже. Көреміз, оталса оталады. Оталады, соңып қалады. Оталады, соңып қалады. Бір как будто бір датчик калималы дұрыс емес па, или сондай бір датчиктен болып тұр, не болса да. Әлі солай болып тұр. Скажу, что датчик калималы сияқты. Так, мынаны бір жерге қойып, бір жерге қою керек, бір ыңғайлы жерге, чтоб ертең ашқанда да бәрін істей алады. Осылай көлік сынып қалды. Датчик калималы сияқты. Скорее всего, датчик калималы сияқты. Оталады, соңып қалады, оталады, соңып қалады. Мынаны бір жақсылап қарау керек болып тұр. Кешке таман шешіп, датчик калималын шешіп алып, таңертең алып кетіп. Сондай. Ал, короче, непонятно бар. Оталып тұр енді. Қазір қостым, оталды. Енді неден болуы мүмкін ал. Өздеріңіз қалай ойлайсыздар. Мана техида ұстай алмады. Қазір ұстап тұр. Неден ал, ё-майо. Опасный нәрсе екен, опасный бар ғой. Қазір все-таки диагностика салу керек міндетті түрде үйге барғаннан кейін ше. Ну, техида ұстап тұр спокойно. Ой, қызық болды ғой бұл. Ладно, не істейміз енді. Оталып тұрса енді қазір барамыз, үйге барып қараймыз. Диагностика саламыз қайтадан. Қайтадан бәрін қарау керек. Мынау деген болмайды, мынау деген жолда қалдыру мүмкін. Скорее всего, датчик калималы сияқты бар ғой. Мен өзім ойымша ше. Жақсы. Оталып тұрса кеттік, шаруамызды бітіре берейік.